Көп балалы әрі тұрмысы төмен 1000 отбасыға ноутбук сыйға тартылған. Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры мұрындық болған. Ноутбук недорого. Кто продает технику, подаренную детям для дистанционного обучения? Благотворители узнали свои компьютеры на сайте с объявлениями. Кто должен вести контроль? Қайырлы кеш, қазақ елі. Қазір кеш болса да біз өздеріңізге белгілі 1000 ноутбукты таратқан болатынбыз. Сол ноутбугымыздың біреуі сатылымға шыққанын естіп, жүрегіміз ауырып, неге екенін сұрастырсақ, бұл семьяның жағдайы өте қиын екен. Сол себепті осы семьяға өзіміз келіп отырмыз. Қолымызда пока қайтарымға алынған 2 планшет болған екен. Сонымен амалдай тұрамыз да, мынаны пайдалансақ, әйтеуір бір көмегі тиер деп сондай оймен ғана ғой. Басқа ешқандай бір жаққа қыдыру, бір жерге лишний раз шашу деген ойымызда болған емес. Осы ұрпақ қорына, басшыларына өте үлкен рахмет. Осы жұмыстар тек қана үлкен белестерден көріне берсін. Алла разы болсын, сауаптан жазылсын. Болашағымыз, болашақ балаларымыз білімді болса екен деген ойымыз бар. Сол мақсатта, сол ниетте алған ата-аналар пайдаланса екен.